Қайрат Нұртас желіні шулатты. Жақында ғана қамаудан шыққан танымал әнші Қайрат Нұртас фанаттардың арасында түскен видеосымен желіні шулатып үлгерді. Қайрат Нұртастың анасы әрі продюсері Гүлзира Айдарбекова әлеуметтік желідегі парақшасында Қайрат Нұртасты қаумалаған қыздармен түскен видеосын жариялады. Кеше Астана қаласында дүкен аштық. Кім қалай еңбек етсе де абыроймен болсын. Ең бастысы таза тер еңбегімен адал нанын табу барша жастарға алға қойылған мақсат болсын. Бай бақуатты болайық, деп жазды Гүлзира Айдарбекова. Әлеуметтік желідегі оқырмандардың пікірі екіге бөлінгенін байқауға болады. Оқырмандардың бір тобы әншіні қаумалаған қыздардың қылығын жақтырмай, жас қыздар біреудің байына жабысып не көрінді сонша. Намыс ұят қалмаған. Адам көрсе ұялады. Құдайға осылай табынса ғой.